Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі сұхбат айдарының жүргізушісі мен жолаушы Байнабат, Фариза Оңғарсынова атындағы нөмір 41 мектеп гимназиясының 9-А сынып оқушысы. Сіздермен бірге бүгін қызықты сұхбат жүргізетін боламыз. Сұхбат беруші маған облысымыздың тарихи өлкетану мұражайының ғылыми қызметкері Нұрсәуле Серікқызы. Жалпы Қазақстан 30 жыл тәуелсіздігінде көптеген жетістіктерге жетті, өзінің тәуелсіздігін алып, егемен мемлекетке айналды. Осы Қазақстанымыздың ең құнды байлығы не деп санайсыз? Қазіргі өзіңіз айтып өткендей, егеменді мемлекетіміз, тәуелсіз мемлекетіміздің ең құнды байлығы ол әрине тәуелсіздік. Біздің президентіміз атап өткендей, тәуелсіздік бәрінің қымбат. Яғни тәуелсіздігіміздің нышандары мысалға көп болмыз, өзіміздің қолданбамыз, өзіміздің тазамыз қабылданған әлемдік дәрежеде танылған көп елдерге және көптеген елдерге терезесі тең үлкен даму бағдарлы мемлекеттің қатарындамыз. Мен сізбен толықтай қосыламын. Қалқаман Сарин атамыз осы орайда еркіндігім қасиеттім, қастерлім, өзің барда, өзегімде жоқ жермін. Кеше сенің келбетіңді арманлап, боданына бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің деп жырлағандай, міне арада аттай 30 жылдан асып, 31 жылға да аяқ басып. Осы тәуелсіздікке жету жолында қандай тарихта қаларлық оқиғаларды атап өте аласыз? Қазақ халқы қашаннан бері, сан ғасырлардан бері армандаған бұл тәуелсіздігіміз, қасиетті тәуелсіздік. Қаншама осы жолда қаншама арыстарымыз, азаматтарымыз құрбан болды. Атап айтатын болсақ, әрине ғасырлардан ғасырларға созылған тәуелсіздік үшін күрес деп айтып келе жатырмыз ғой. Осы 91 жылы егемендігімізді алып, іргемізді ашып алармын дегенше, КСР-ның іргесін шайқалтқан үлкен оқиға болды деп айта аламыз. Бұл 1986 жылы желтоқсан оқиғасы. Осы желтоқсан оқиғасынан кейін, тура 5 жылдан кейін, біз Қазақстан дербес мемлекет ретінде өзіміздің революциямызды қабылдадық. Осы 30 жылда көптеген қиындықтармен қатар біршама жетістіктерге де жеткен болатынбыз, соларды атап өтсеңіз. Тәуелсіздікке жеткен ел қиындықтарды ескермейді деп ойлаймын. Себебі ең басты бағыт болып атап өткеніміздей тәуелсіздік. Тәуелсіздігімізді алғаннан кейін 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздігіміз қабылданғаннан кейін атап өттік, рәміздігіміз қабылданды. Біздің ең алғашқы ғарыш кемеміз ұшты, ғарышқа. 93 жылы 28 қаңтарда біз өзіміздің алғашқы ата заңымызды қабылдадық. Конституциямызды 93 жылы 15 қарашада барлық мемлекеттердің тереземіз тең екенін білдіріп, алғашқы өзіміздің валютамызды шығардық, және қазіргі күнге дейін сол айналымда келе жатыр. Валютамыз өзіміздің теңгеміз. Сонымен қатар біріккен ұлттар ұйымына мүше болдық, және әлемдік қауымдастық қаншама ұйымдардың барлығына біздің Қазақстан мемлекеті мүше болып табылады. Соның ішінде бүкіл әлемдік сауда ұйымы, біріккен ұлттар ұйымының төрағалығын айтып кетуге болады. Және ең алғашқылардың бірі болып Қазақстан ядролық қарудан бас тартты. Бұл үлкен тарихи оқиға болып табылды. Себебі ары қарай үлкен бейбіт қарым-қатынаста басқа мемлекеттермен өзінің толерантты даму жолын көрсету үшін ядролық қарудан бас тарту үлкен жетістік болып табылды. Мағжан Жұмабаев атамыз "Мен жастарға сенемін" дегендей, осы Қазақстанды әлемге танытқан қандай жастарымызды атай аласыз? Қазіргі жастарымызды айтатын болсақ, қазір тіптен тәуелсіздік ұрпақтары үлкен жетістіктерге ие болып жатыр деп айта аламын. Еркін елде туылған өзіңіз сияқты тәуелсіздік ұландары қанат
ынтықтарын кейінге самғап ұшалады деп ойлаймын. Өйткені ойлары еркін дәрежеде алға ұмтылу, арман мақсаттары айқын жастар. Соның ішінде енді атап кететін болсақ, Бибісара Асаубаева шахматшы өнер. Өзіміздің өлкемізден шыққан тұлғамыз Димашымызды атап өту. Әлемдік дәрежеде Димашымыз әлемдік мойындады деп айтуға болады біздің Димаш Құдайбергенді. Оның әрбір концертіне ең аз дегенде 20 мемлекеттен келді. Жақсы, сізге рахмет. Тарихымыз туралы кез келген естіген сөз жүрегімізді жібітіп, біздің бойымызда ұлтшылдық рухын оятары сөзсіз. Сізге бізге сұхбат беруге бөлген уақытыңыз үшін көптеген алғысымды білдіремін. Рахмет, қазақ қалды. Қаз едік қатар ұшып қан қолдаған, Сахара көлге қонып салқындаған. Бір өкке қаудан шыққан душар болып, не қалды тәнімізде шартылмаған. Алаштың адамының бәрі мәлім, кім қалды таразыға тартылмаған. Дегендер мен жақсымын толып жатыр, жақсылық өз басынан артылмаған. Тақылдап, қорпысықсып сөйлейтін көп, екпін деп ұшқыратша қарқындаған. Бос белбеу, босаң туған бозбала кеп, киіздей шала басып қартылмаған. Еңкеңдеп етаңдыған шалдарда көп, телміріп бір тойған арғылмаған. Не пайда өнерің мен біліміңнен тиісті жерлеріне сарқылмаған. Бұл бір сөз қасірет етіп хатқа жазған, қалмаған түк қасиет қазақ азған. Байға мал, оқығанға шен мақсұт боп, ойлайтын жұрттың қамын адам азған. Сұхбатымды назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Еліміз мәңгі жасасын.